Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен осындай ақуыздан жасалатын қайнатпа кремнің рецептімен бөлісемін. Бұл креміміз өте жеңіл әрі дәмді болып шығады. Және бұл торттардың сыртын жапқанға және бетін әсемдегенге өте жақсы келеді. Мен мына жерде жұмыртқамның сарысы мен ағын бір-бірінен ажыратып алдым. Бізге сарысы қажет емес. Ыдысымызға шекеріміз бен суымызды құйып, отты қайнататын боламыз. Қасықпен араластырудың қажеті жоқ, жай суымызды құйып отқа қоямыз. Біздің сиропымыз дайын болғанға дейін біз ақуызымызды жақсылап миксерлеп алуымыз қажет. Міне ақуызымызды ыдысымызға саламыз және 2-3 минуттай миксерлейміз. Жұмыртқаның ақуызы аппақ болып 2-3 есеге көбею қажет. Міне осындай қою масса болып шығады. Енді қайта сиропымызды көреміз. Сироптарымыз қайнап жатыр. 6-8 минуттан артық қайнатпаймыз. Осылай кішкене қайнауы басылғанда үстіне лимонный кислотамызды салып, тағы 1 минут қайнатып, астын өшіреміз. Біз сиропымызды кремімізге құймас бұрын ақуызымызды миксерлеп аламыз. 2-3 минуттай миксерлеп алып барып, одан кейін жаймен бір шетінен құюға кірісеміз. Міне осылай видеода көрсетілгендей аз-аздан ғана құйып отырыңыздар. Миксерлеуді тоқтатпай, осылай құйып екеуін араластыратын боламыз. Бірден құйып жіберуге болмайды. Біздің креміміз сұйық болып кетеді, қою болып шықпайды. Сол себептен жаймен құю қажет. Барлық сиропымыз таусылғанға дейін осылай жаймен құйып отырып араластырамыз. Сиропты және ыстықтай құямыз. Оттан ала сала сразу құйып араластырамыз осылай. Міне біздің креміміздің түсі өзгеріп жатыр. Кішкене жылтырап, аппақ бола бастайды және қоюланып бастайды. Ыдысымыздың жан-жағына жағылып қалған кремдерді қасықпен қырып тұрып салудың қажеті жоқ. Тек сұйық сиропымызды ғана құямыз. Міне барлығын салып алдық. Енді креміміз суығанға дейін тағы да араластыратын боламыз. Менде 5-6 минут кетті. Кремім суыды және қоюланды. Міне, менің кремім дайын болды. Осылай ыдысымызды төңкергенде ағып кетпейтіндей болу керек. Осындай қою масса болып шығады. Сізге қазір форма көрсетейін. Осылай гүлдің формасы неше түрлі формамен торттардың үстін әсемдеуге ең жақсы келетін кремдердің бірі. Егер сіздерге де осындай жеңіл крем ұнайтын болса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеоны ең бірінші болып қараңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлзира.